Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін өте дәмді болып шығатын жоп-жұмсақ сырникенің рецептінен бөлісетін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сұрақтарыңыз бар болса, комментарийге жазыңыздар. Бұл біз үшін өте маңызды. Өте қарапайым азық-түліктерден тұрады. Ең бастысы бұл бізде ірімшік. Мендегі қолдың ірімшігі ұсақ, өте және ылғалды болып келеді. Ірімшікке біз бір жұмыртқа қосамыз. Шамалы араластырып, қант қосып, және шым-шым тұз қосып араластырып аламыз. Осы ингредиенттердің барлығын жақсылап бір-біріне біріктіріп араластырып алған соң, блендермен тағы да бір шамалы езіп аламыз. Блендер қолдану маңызды емес, бірақ бар болса, онымен езіп алуға болады. Ұнымызды қосамыз, және жұмсақ етіп ірімшіктен қамыр жасаймыз. Барлығын тағы бір мәрте араластырып шығамыз. Жұмыс үстелінің үстін ұнға сеуіп аламыз. Мен бір ас қасықтан алып отырдым. Ұнға жан-жағын малып алып, осындай әдемі етіп котлет тәріздес пішінде сырниктарымызды дайындап шығамыз. Мен мұнда сармай мен сұйық майды араластырып қурамын. Сонда дәмі өте жақсы болып шығады. Орташа отта 2-3 минуттан әрбір жағын қызартып алсаңыздар болады. Қағаз сүлгіге артық майын сіңіріп алу үшін үстіне қойып шығамыз. Бұл рецепті міндетті түрде дайындап қойыңыздар. Менде балаларым өте жақсы жеді. Осылай сгущенкамен немесе қаймақ, сары маймен де жеуіп алуға болады. Өте дәмді шықты.